Ataman, gel. Маша, Серый, gel. Bayan, Şuak. Ассалаумағалейкум жігіттер, достар. Қалайсыздар, аға бауырлар, амансыздар ма? Мал жандарыңыз аман ба? Мә. Атаман, кел. Мә. Атаман, кел. Ай, молодец. Атаман, хорош, атаман. Кел. Машинка. Серый. Кел. Мә. Атаман, мә. Ай, молодец, атаман. Атаман, хорош, атаман. Серый, мә. Машинка. Мә. Кел. Атаман, хорош, атаман. Мә. Кел. Мә. Атаман, мә. Кел. Ой, молодец, атаман. Атаман, красавчик, атаман. Кел. Мә. Атаман, мә. Атаман, кел. Серый, мә. Ай, молодцы. Мә. Атаман, хорош, атаман. Мә. Машинка. Кел. Қалайсыздар, достар, амансыздар ма? Баршаңызға қайырлы күн. Мал жандарыңыз аман ба? Бүгін 22 наурыз, ұлыстың ұлы күні. Әз наурыз мейрамы баршамызға құтты болсын. Жаңа жылымыз тек жақсылықпен келсін. Қуаныш әкелсін. Қыстан аман есен шықтық. Құдайға шүкір, мал жан аман. Бір жұмадай болып қалды. Малға шықпағанымызға бүгін сол шығып түгендеп кетейік деген ой. Және де осы бүгін кештен бастап тарауих намазы оқылады. Бүгін таңнан бастап Құдай қаласа қасиетті Рамазан айына ниет етіп ауыз бекітеміз. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын, жасаған дұға тілектеріңіз баршаларыңызға қабыл болсын. Айлардың сұлтаны қасиетті Рамазан айы. 30 күн оразамызды тұтып, оразадан оразаға аман есен жетуімізді Құдай тағала баршамызға нәсіп еткей. Мә. Атаман, кел. Машинка. Кел. Маша. Серый. Кел.
Ай, молодец. Хорош, Машенька. Мә. Маша, мә. Машенька, мә. Маша, молодец, Маша. Чувак, ке. Мә. Машенька, ке. Молодец, Машенька. Суға аунаған ба? Мә. Машенька. Судан шығып келе жатыр ау деймін. Мотылек, ке. Мотылек, молодец, мотылек. Мотылек, молодец, мотылек. Мә. Ке. Мә. Күйлер енді әне бір қатты құлақ балайын деп отырған мал жоқ ішінде. Жақсы. Енді осы тек ауыздары көк көлініп. Күн енді қызып атыр, жерде жайлап көгеріп атыр. Қыстан шығып, жақсы болып кетер деп үміттенеміз. Машам кәдімгідей ағып қалды. Буаз, құдай қаласа енді. Ке. Атаман, красавчик атаман. Мә. Ке. Молодец, мә. Молодец. Үйде бір тұрып қалған алмалар бар екен, алып шығып едім. Бірақ енді алмаға қарайтын мал емес сияқты бұлар. Тұрып қалғанда қатты тұрып қалмаған бір. 4-5 күндей тұрып қалған нәрсе ау деймін. Ке. Атаман, ке. Мал басы түгел екен, жүр екен. Бұл екі байталым былтыр айғырдан шықпаған сияқты, еле болмаса жай буаз. Мүмкін жазда туады, жазда тумай, негізі осылай көктемде туғаны жақсы еді. Енді Маша конкретін буаз енді, құдай қаласа. Бұйырғаны болар. Машенька, мә. Маша, мә. Жейді ғой деп лақтырсам. Негізі келетін еді қолға. Не болып кеткендерін. Қыстан аман-есен шықтық, құдайға шүкір. Так, бұл қыс жаман емес, жайлы қыс болды. Өткенде соңғы жағынан бір борандатып, қалыңдап қар жауып кеткен болмаса, бірақ жақсы бір жайлы қыс болды. Енді алдымызда қыс қоян жылының қысы ғой. Құдай қалап бұл қыстан да өтіп кетсек, әрмен қарай көре жыдармыз. Қыста әргіректе құмда жатты, ауылдан 40 километрдей жерде. Енді 80-100 километрлеп әрі қарай төрге қарай шығып кеткен жоқта.
бірақ құмда жатты. Қыста қар қалың болды. Анау жерде жусанның бастарын елерін шалғаны болмаса, енді басқа не жеп шықты ол. Өткенде қаңтар айында 2 бас мал қосылды, басқа мал қосылған жоқ. Соның біреуі мына шетте жүрген мына қасқа қара байталмен өткенде видео салғам. Көшімбе байталымен тайымен үшеуі бөлініп кетіп, келесі күн тауып алып қосып жібердім. Қазір бірге жүр. Бірден табыла кеткен, ол да жақсы болды. Енді ол өзімнің ниетіме де байланысты шығар деп ойлаймын. Шамам келгенше осы мал жоғалған адамдарға ниеттес болып, тілектес болып, тауып кетуін тілеп, анау мынау группаларда бармыз, солардың бәріне шамамыз келгенше таратып отырамыз. Мүмкін содан ба деп те ойлаймын, келесі күн тауып алып, әйтеуір Құдайға шүкір қосып жібердім. Жаман емес, сол жерден айғыр қосып алды, қазір енді бірге жүр екен. Күн енді қызып жатыр. Көк жаман емес, желіп шығып жатыр. Бір жақсы фон болсын, ә? Мынау көкбиен боз ба? Мен бұны қай уақытта келіп қостым былтыр. Сәуір айында келіп қостым бекен. Сол шамада келіп қосқан сияқты. Енді ол атаманнан шыққан, елей болмаса сол өзінің жүрген айғырынан шығып келген келмегенін білмеймін. Маған бір буаз сияқты болып көрінеді әйтеуір. Көреміз енді бұйырған. Мүмкін тумаса тумайды. Осындай жағдай, достар. Таңертең сигнал анау жақтан келген екен. Мен бірақ былай қарай асыңқырап кеттім. Айналып келсем, бұлар мына жерде жатыр екен. Ауылдың іргесі жақын жер, 15 километр дейме. Қатты бір алыс емес. Іргесінде тағы бір үйір жатыр екен. Жаңағынан судан шыққан сияқты ол бәрі. Кеше суға түсті, бана бір братты көргем. Сол сонда солай деп айтып тұр. Мынау байталым сүмірейіп жүр. Неге сүмірейіп жүрген? Тепті ме? Қатты бір ақсаңдап атқан жоқ. Осындай жағдай, достар. Қыстан аман-есен шықтық. Қыста өткенде соңғы рет ақпан айының соңында көрдім. Одан кейін осыдан бір жұма бұрын шыққанда анау
өткенде видео салғам, көшім бием жоқ деп. Келесі күн табылды, Құдайға шүкір. Бірақ қосып тастадым үстінен әкеліп. Басқа ешқандай жаңалық болған жоқ. Ішінде буаздары бар, әлсін шығып қарап тұру керек. Құдай қаласа бүгін сол малды шығып көріп кетейін деген оймен осы жаққа келе қалдым. Мал басы түгел, саны ештеңе қосылмаған, ештеңе айырылмаған, түгел жүр екен. Осындай жағдай, достар. Баршаңызға деген құрметпен Ата Кәсіп Қазақ YouTube арнасы. Құдай тағала мал жанымызға береке берсін. Жылдан жылға аман есен жеткізген Құдай тағалаға мақтау мадақ болсын, пайғамбарымызға сансыз салауат болсын. Келіп жеткен 22 наурыз түркітілдес халықтарға ортақ мейрам. Әз наурыз баршаңызға құтты болсын. Жаңа жылымыз тек қана жақсылығымен келгей, әр шаңырақта қуаныш болсын. Бақ берекелеріңіз ортаймасын. Құдай тағаланың жаратқанның кеңшілігінде болайық, рақымында болайық. Мал жанымызға береке берсін. Сіздерге деген құрметпен Ата Кәсіп Қазақ YouTube арнасы. Видео ұнаса лайк басып, пікір қалдырып, каналға жазыла кетіңіздер. Құдай қаласа, биыл атаманның алғашқы қолындарын күтетін боламыз.